Мен Дасанова Нұргүл Сейтқали қызы Қостанай облысының Рудный қаласындағы номер 1 орта мектебінің ұстазымын. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беремін. Еңбек өтілім 26 жыл. Мұғалім, сарапшы. Оқушыларға жаңа материалды меңгеруге, білімді жаңартуға және топта жұмыс істеуге көмектесетін пайдалы қолданбалар мен сервистер бар. Оқушылар сабақты жақсы көретін болады, өйткені олар өздерінің жетістіктерін тікелей тақтада көреді, бір-бірімен келіссөздер жүргізеді. Таныс гаджеттерді ойын-сауық үшін емес, сонымен қатар оқу үшін, білім алу үшін пайдаланатын болады. Менің педагогикалық тақырыбым білім беруді цифрландыру аясындағы заманауи педагогикалық технологиялар. Біздің оқушылар жаңа ұрпақ. Олар іс жүзінде қолдарына смартфон мен планшеттер ұстап дүниеге келген. Демек олар ақпаратты басқаша қабылдайды. Жастарды бейне блогтар мен тиктоктар қызықтырады. Оларды үнемі қарап үйренеді. Олардың ойлауы фрагменттік клиптік болады. Бірақ жас ұрпаққа басқа дағдылар қажет. Үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істей білу, оны өз бетінше саралау және сыни тұрғыдан ойлау. Ол үшін мен цифрлық технологияларды қолданамын. Олар Learning Apps, Quizlet, Wizer.me, Google Form және тағы басқа интерактивті тапсырма. Сіздерме құрметті оқушылар. Жақсы. Енді мына тақтадағы суретке назар аударайық. Не көріп отырмыз? Домбыра. Айтыс. Қобыз. Ақындар. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Айтыс өнері. Дұрыс, жақсы. Айтыс ол асқақ өнер. Сабақтың мақсаты ол тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальды ақпаратты анықтау, тірек сөздер автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау. Бұл сабақтың мақсаты. Енді қазір біз сендермен мәтін тыңдаймыз. Тыңдалым алу тапсырма. Айтыс ол қандай өнер? Кім айта алады? Айтыс ол не? Ол сөз жарысы, я? Айтысқа кімдер қатысады? Қатырағы? Жақсы. Айтыс ақыны қандай болу керек? Қандай? Шешен, өлең айтады. Дүлдүл. Дүлдүл. Тағы қандай? Мақал мәтелмен сөйлейді. Жақсы. Қазіргі таңда айтыс өткізіледі Қазақстанда? Иә, өткізіледі. Жақсы. Қазіргі кезде QR-код қолдану өте пайдалы және тиімді. Мен де өз сабақтарында QR-код пайдаланамын. Олардың белгілі бір тақырыптарға табан астында суырып салып өлең құрап, бір-біріне жауаптасып. Біз сендермен келесі тапсырма, тыңдалым бойынша тапсырма. Жаңа ғана біз айтыс асқақ өнер атты мәтінді тыңдадық. Енді біз қазір ссылка бойынша Learning бағдарламаға кіріп, тапсырманы орындаймыз. Дескрипторға тірек сөздердің мағынасын түсінеді, детальді ақпаратты анықтайды, дәлел келтіреді. Осыны бәрін орындағанда сендерде бағалау нормасы шығады, я? Бағалау критерийі шығады. Ссылканы мен группаға салдым. WhatsApp группасын ашамыз. Телефоннан немесе ноутбуктан. WhatsApp группасын ашамыз. WhatsApp группасын ашамыз. Кімде WhatsApp бар, кімде WhatsApp жоқ, ссылканы істейсің. Телефон ссылканы. Интерактивті тапсырмалар оқушы құрылғымен, компьютер, планшет, немесе интерактив тақта әрекеттесе отырып, бір-екі әрекетті пайдаланып, тапсырманы орындайтын белсенділік пайда болады. Тапсырмалар шартқа байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, экрандағы элементті көрсету, оны жылжыту, сөзді енгізу, немесе диаграмма құру. Learning тапсырмасымен біз жақсы жасадық жұмысты. Енді тыңдалымнан кейінгі тапсырма, ол Google Form тапсырма.
тапсырмаларын орындау. Дескрипторлар сөздердің мағынасын анықтайды. Тіркестерді сөйлем құрауда сауатты қолданады. Тіркестердің синонимдерін және орыс тіліндегі баламаларын табады. WhatsApp'қа кіреміз. Сіздерде группада не бар? Google формының ссылкасы бар. Айтыс Асқақ өнер. Группада смартфонда аламыз. WhatsApp'қа кіреміз. Группада ссылка бар. Google форм. Айтыс Асқақ өнер. Осы тапсырманы орындайсыңдар, маған Google дискіге жауаптарым келеді. Сонымен оқушылар, біз бүгін сендермен айтыс асқақ өнер деген тақырыпты өттік. Сонымен сабақтың қорытындысы қандай? Кім сабақ қорытындысын шығарады? Сабақтың қорытындысы. Айтыс халық өмірін бейнелейтін көркем әдебиеті саласының бірі. Айтыс өнері қазақ халқының басқа қырғыз, қарақалпақ елдерінде бар. Айтыс екі ақын күреседі. Айтыс өнердің тәрбиелі түрі. Айтыс дәстүрлері Махамбет, Аманжол, Альбек сияқты ақындар жалғастырады. Оқушыларды отандық мәдениеттің құндылықтарына, әдебиет шығармашылығының үздік үлгілеріне тарту, халықтың салт дәстүрін дамыту және насихаттау факультатив сабағында жүргіземін. Біз оқушылармен TikTok, видеовлог, Instagram желісіне сторис жасаймыз. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында оқушылармен бірлесіп видеовлог түсірдік. Мен Байғұны Самирлан, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Міне, тағы бір көктем келді, Наурыз келді. Наурыз ол жаңару мен тарихқа тағзым ету мерекесі. Біздің тарихымыз ұмытылмас салт дәстүріміз. Бастаңғы бұл қазақтың көне дәстүрі. Үй иесі алысқа, сапар шексе ауыл жастары осы шаңыраққа жиналады. Тілеуін тілейді. Жастар бір-бірін көріп, танысып, өнерлерін ортаға салады. Дәстүрімізде қамшы ілу салт бар. Цифрлық технологияны мен 11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауға дайындау үшін қолданамын. Ол үшін олар онлайн мектеп платформасына кіріп, қорытынды аттестау батырмасын басып, тапсырмаларды орындайды. Аттестаттау қазақ тілін олар таңдайды. Тыңдалым, оқылым, тест. Тыңдалым тапсырмасын басқанда шығады қай бағытта жұмыс істейді. Бірінші мәтін мысалы. Мәтін беріледі, осыны тыңдап, олар тапсырмаларды орындайды. Немесе тест тапсырмасы, тест тапсырмасында бар фонетика тапсырмалары, морфология, өздеріне синтаксис тапсырмасын таңдап орындайды.
Бұл цифрлық технологияның элементтерін пайдалану барысында мен сабақтарды қалай интерактивті етуге болатынын, қарапайым бақылау жұмысын қызықты жарысқа қалай айналдыруға болатынын, мәтінді оқу, тыңдау, ойын тапсырмалармен қалай ұштастыруға керектігін, жаттығулары бар интерактивті парақшаны қалай қолданба жасауға болатынын, сыныптың оқу үлгерімінің деңгейін қалай көтеруге және оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын қалай арттыруға болатынын білдім. Ал жас ұрпаққа саналы білім беру үшін сіздің, біздің білім беруге деген құштарлығымыз қажет.